Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы бұрыштар салу. Бүгінгі сабақта берілген градустық өлшем бойынша бұрыш, тікбұрышты үшбұрыш салуды үйренесің. Бірінші тапсырмаға қарайық. Өрнектердің мәнін есепте. Барлық мәннің қосындысын тап. Сонда Носовтың «Дым білмес күн сәулелі қалада» деген кітабының қай жылы жазылғанын білетін боласың. Ендеше қарайық. Бірінші, күн сәулелі қалада велосипедтерді жалға алу желісін пайдаланып, велосипедпен жүруге болатын еді. Қазіргі ірі қалалардағы велосипедті жалға беру орындары міне. 125-ті көбейтеміз 12-ке 1500. Келесі екінші, күн сәулелі қалада дым білмеске жол табуға саяхатшыларға арналған дыбыстық жол сілтегіштер көмектесті. Яғни қазіргі міне жол сілтегіштер. 3528-ді бөлеміз 36-ға 98. Келесі, күн сәулелі қалада бейне байланыс болды. Яғни сол кездері бейне байланыс болған екен. Және қазіргі бейне байланысты қараңыздар, я? Яғни телефон, ұялы телефон арқылы. 9025-ке бөлеміз 360. Енді оқушылар, осының барлығын біз сіздермен қосамыз. Яғни 1500-ді қосамыз 98-ге, қосамыз 360-қа. Кем болады, неше болады сонда? 1958. 1958. Сонда Носовтың «Дым білмес күн сәулелі қалада» деген кітабы қашан жарық көрген екен? 1958 жылы екен. Келесі екінші тапсырмаға қарайық. Дұрыс пікірлерді ата деп. 56 градус сүйір бұрыш. Бұл дұрыс пікір. 138 градус, келесі бізде 94 градус ол тік бұрыш. Ол бізде дұрыс емес, себебі тік бұрыш бізде 90 градус. Келесі 138 дейді доғал бұрыш. Дұрыс пікір. 110 градус сүйір бұрыш. Яғни дұрыс емес пікір, теріс пікір. 90 градус тік бұрыш, яғни дұрыс пікір. Және 3 градус сүйір бұрыш. Дұрыс пікір. Сонымен бізде пікірлердің екеуі теріс пікір екен, қалғандары төртеуі дұрыс пікір екен. Сонымен қайталап жіберейік. 90 градустан артық болған градустар, яғни олар бізде доғал бұрыштар. Ал егер 90 градустан кем болатын болса, онда олар сүйір бұрыштар. 90 градусқа тең болатын болса, онда ол тік бұрыш. Бұрыш салу алгоритмі. Сәуле сыз. Транспортирдің ортасын сәуленің басына дәл келтір. Сәуле транспортир шкаласындағы санақтың басталған жері 0 арқылы өтетіндей болсын. Қажетті қатардан бұрыштың градустық өлшемінің керекті мәнін тауып, параққа нүкте қой. Белгіленген нүкте мен сәуленің басталған жерін қос. Шыққан бұрышты, яғни әріптермен белгілейміз. Яғни бұл жерде біз сіздермен АОК нүктелермен белгіледік. Бұрыш АОК тең болады 70 градусқа. Енді келесі үшінші тапсырмаға қарайық. Бұрыштарды сыз. Берілген бұрыштардан 10 градус үлкен бұрыштарсыз. Яғни бұл бұрыштарды өздеріңіз сызып аласыздар. Яғни COM бұрышы 45 градус, MAK бұрышы 95 градус, және LOR бұрышы 105 градус. Енді 10 градус үлкен бұрыштарсыз деп. Ендеше мен сіздерге үлкен 10 градусқа үлкен бұрыштарсыз көрсетемін. Яғни ABC бұрышы 10 градус үлкен болғаннан кейін оның бұрышы 55 градус, көрдіңіздер ме? Келесі бұрышым
KLM бұрышы 95 градус, MAK ендеше бұл бұрыш менде 10 градусқа үлкен болса 105 градус не. KLM 105 градус. Және келесі CHK бұрышы 115 градус, яғни 105 градуста 10 градусқа үлкен, 115 градус. Енді бұрыштарды атайтын болсақ, ABC бұрышы бізде сүйір бұрыш, KLM бұрышы бізде доғал бұрыш, және CHK бұрышы бізде доғал бұрыш. Тік бұрышты үш бұрыш салу алгоритмі. Тік бұрышсыз бұрыштардың қабырғасынан үш бұрыштың қабырғаларының өлшемдеріне сәйкес нүктелерді белгіле. Белгіленген нүктелерді қос. Тік бұрышты үш бұрыш салынды. Міне көрдіңіздер ғой. Енді қазір біз сіздермен тік бұрышты сызғыштың немесе бұрыштық сызғыштың көмегімен салуға болады. Тік бұрыш жасап қиылысатын түзулер перпендикуляр түзулер деп аталады. Бұны балалар естеріңізге сақтаңыздар. Енді 5-ші тапсырмаға қарайық. Үш бұрыш салды. Тік бұрышқа іргелес жатқан қабырғаларының ұзындығы 6 см және 8 см, 5 см және 7 см болатын тік бұрышты үш бұрыштарсыз. Олардың ауданын тап деп. Енді қарайық. Қазір мен сіздерге тік бұрышқа іргелес жатқан қабырға ұзындығы 6 см және 8 см үш бұрыш салайын. Міне, мынау міне тік бұрышқа іргелес жатқан міне. Көрдіңіздер ғой, яғни 8 см және қабырғасы 6 см. Яғни 6 см самыз, 8 см самыз және екі мынау шеттерін істейміз, қосамыз. Енді бізге осы тік бұрышты үш бұрыштың ауданын табу керек. Енді қарайық, егер біз сіздермен мындай сызық жүргізетін болсақ, не қараңыздар. Яғни бізде не шығады? Тік төртбұрыш шығады, я? Біз білеміз сіздермен. Тік төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең, дұрыс па? Ендеше қарайық. 6-ға қарама-қарсы қабырға 6 см, 8 см қарама-қарсы 8 см. Ендеше осы тік төртбұрыштың ауданын табамыз. Ол үшін 6-ны 8-ге көбейтеміз. Бірақ бізде бұл үш бұрыш жартысына тең болып тұр. Ендеше оны бөлеміз екіге. Түсінікті ме? Яғни бұл үш бұрыштың ауданын табу формуласы. А көбейтілген Б бөлінген 2. 6-ны көбейтеміз 8-ге 48, 48-ді 2-ге бөлеміз 24 см квадрат болады. Яғни бұл осы тік бұрышты үш бұрыштың ауданы. Енді қараңыздар, сіздерге тағы да бір тік бұрыш үш бұрыш сызу керек. Яғни оның іргелес жатқан қабырғаларының ұзындығы 5 см және 7 см. Енді бұл жерде балалар 5 см, 7 см сызасыздар, дәл осылай және аудан табасыздар. Бұл жерде енді 5-ті 7-ге көбейтеміз. 35-ті 2-ге бөлетін болсақ, бізде оқушылар қалдықпен шығады. Яғни бұл жерде ауданы қалдықпен шығады. Сондықтан да бұл жерде сіздер 6-да 7 деп алуға болады, немесе 5-те 8 деп алсаңыздар болады. Келесі 6-шы тапсырма. Фигураларды өлше, қайсының тік бұрышы бар? Енді бізге өлшеуге де болады, өлшемеуге де болады, яғни ол өзі бізге белгілі. Енді қарайық, мысалы, бірінші фигура бізде тік бұрышты емес, бұнда бізде сүйір бұрыштар, себебі 90 градустан кем. Екіншісінде де бізде бұл жерде сүйір бұрыш, себебі 90 градустан кем болып тұр, я, мына жерлері. Енді міне тік бұрыш бізде, міне тік бұрыш және міне тік бұрыш. Көрдіңіздер ғой, я? Яғни тік бұрышы бар. Және соңғы фигурада да бізде тік бұрыш жоқ. Сонда бізде үшінші фигурада екі тік бұрыш берілген екен. Келесі тапсырма, 7-ші тапсырма. А тапсырмасына қарайық. Носовтың кітабындағы кішкентай кейіпкерлер газбен жүретін машинамен саяхатқа шықты. Ара қашықтығы 90 км екі ертегі қалашығынан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі машина шықты. Біріншісі 20 км/сағат, екіншісі 25 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Олар неше сағаттан кейін кездесті. Яғни бұл жерде біз есептің шешу өрнекпен жазамыз. 90 бөлу жақшаның ішінде, яғни екеуінің жылдамдықтан жазамыз. 20 қосу 25 жақшаны жабамыз тең болады.
20-ны 25-ке қосамыз 45, жүрген жол 90 километр. 90-ды 45-ке бөлеміз, тем болады 2 сағат. Сонда олар 2 сағаттан кейін кездесті. Тапсырмасына қарайық енді бұл жерде. Есепте дейді, тапсырмасы. Кейіпкерлер бірінші күні 600 километр, екінші күні 200 километр жүрді. Барлық жолға олар 8 сағат жұмсады. Егер олар бірдей жылдамдықпен жүрген болса, әр күні олар жолда неше сағат болды? Яғни бұл жерде біз бірден өрнек құрастырамыз. Күрделі, қараңыздар, 600 деген бұл бірінші күні жүргені. Түсінікті ғой, бөлеміз. Енді біз қазір олардың қанша сағат, яғни бір сағатта қанша неткенін табамыз, жүрген. Яғни бұл жерде бірінші күні 600 километр, екінші күні 200 километр. Екеуін қосамыз 800 километр. 800 километр, бірақ олар 8 сағат жүрді. 800 километрді 8-ге бөлеміз, сонда 100. Яғни олар 100 километр сағатына жүрген екен. Түсінікті ғой. Бірінші күні олар 600 километр жүрді, 600-ді 100-ге бөлеміз, 100 километр сағатқа, яғни тем болады 6 сағат. Сонда бірінші күні олар 6 сағат жүрді екен. Енді екінші табамыз. Екінші күні олар 200. Дәл солай есептейміз, тем болады 2 сағат. Сонда бірінші күні 6 сағат, екінші күні 2 сағат болған екен, яғни жолда. 8-ші тапсырма есепте. Жауаптарыңызды тексеріп алуға болады. Қателеріңіз болса, оқушылар түзетіп алыңыздар. Келесі 9-ші тапсырма, ойлан және жауап бер. 2 дәмхана бірдей мөлшерде торт пісірді. Бірінші дәмхана 7 тортты бүтіндей, ал қалғандарының әр қайсысын 7 бөлікке бөліп сатты. Екінші дәмхана 11 тортты бүтіндей, ал қалғандарының әр қайсысын 11 бөлікке бөліп сатты. Әрбір дәмхана бірдей мөлшерде бөліктер сатқаны анықталды. Әрбір дәмханада бастапқыда қанша торт пісірілген? Енді қараңызды, егер бөліктер бірдей мөлшерде болса, онда екінші дәмхана тортты 11 бөлікке, бірінші дәмхана 7 бөлікке бөліп сатқан. 7 бөлікті 11-ге көбейтеміз, 77 бөлікті бірінші дәмхана сатты. Енді 11 бөлікті 7-ге көбейтеміз, 77 бөлікті екінші дәмхана сатты. Бірінші дәмханадағы торттың жалпы саны 7-ге 11-ді қосамыз, тем болады 18. Екінші дәмханадағы торттың жалпы саны 11 қосылған 7, тем болады 18. Сонда жауабы бізде 18 торт пісірілген екен. Келесі 10-шы тапсырма. Дәптеріңе бұрыштарсыз, оларға атау бер, бұрыш түрлерін тік, сүйе, доғал атауын жаз. Дәптерлеріңізге бұрыштарды өздеріңіз саларсыздар, олар ол үшін транспортирді қолданамыз. 30 градус бізде сүйір бұрыш, 50 градус сүйір бұрыш, 70 градус сүйір бұрыш, 90 градус тік бұрыш, 100 градус доғал бұрыш, 130 градус доғал бұрыш, 45 градус сүйір бұрыш және 35 градус сүйір бұрыш. Осымен оқушылар сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.